Құрметті менің оқырмандарым, бүгін бізде қонақта азулы айтыскер ақын Аслан Ғапыров келіп отыр екен. Қолында домбырасы болғандықтан біз сізден қонақ кәде сұрап отырмыз. Көрермендерге өнеріңізді паш етіп жіберсеңіз. Бәрекелді. Бақаргүл Төлегенқызы, қазақта сөз бар ғой. Ақынға қара сөзден өлең оңай, балыққа таясудан терең оңай дейді. Ендеше оқырман қауымға, өнер сүйер қауымға арнап бір-екі ауыз арнау деймін. Арнауда керемет қой. Қазақпыз құрмет қылған ақыл, қандасын ауыл, тілейтін тек амандық мал басына. Бақаргүл ханым міне өтінген соң, Аслан ақындықпен жалғасында, ендеше бір-екі ауыз сөз арнайын, ханымның көрер YouTube арнасына. Ақ тілек ақ жүректен ақыл, адал болсын ол, ұлтым деп әрбір ұрпақ алаң болсын. Қолыма домбырамды алғаннан соң қалайша айтар тілек тәмам болсын. Бабасын қадірлейтін ұрпақ туып, анасын ардақтайтын балаң болсын. Қазағым болашаққа қарыштасын, ертеңге елден құтты қадам болсын. Дәстүрі дами берсін ұлтымыздың, ақылмен жөн айтатын данаң болсын. Төріне тәуелсіздік бақ қондырған қадірлі қазақ елі аман болсын. Қолыма қазағымның ақыл, домбырасын ол, өнердің насихат қып мол мұрасын. Сіздерге үлкен алғыс біз айтайық, дәстүрдің бақ жұлдызын жандырасын. Өркендетіп қол өнер зергерлігін көрген келген адамды таңғыласын. Күміспен күптеп қойды алтын менен аптаған көріп тұрмын домбырасын. Домбыраны төріңе қадір тұтсаң, ұлтыңның бақ жұлдызын жандырасын. Дұшпанның қалмай таба ақыл, мазағын-ай, тағдырдың тартпай қатты азабын-ай. Үкілі домбыраңмен үмітіңді ешқашан өшірмесі қазағым-ай. Бақ дәулет бақ кетпесін жерімізден, береке бірлік кетпе елімізден. Қадірлі қасиетті қазақ елім, домбыраң түспес екен төріңізден. Ой, керемет. Айтыс деген суырып салым өнер ғой.